біздің Үміт екеуміздің бас қосып отбасы болғанымызға биыл 35 жыл. Жанұяда 3 ұлымыз бар. Үлкен ұлдарымыз 2, содан кейін кіші ұлымыз бар. Ол Алматы қаласында тұрады. Осы 3 жылдан тараған, енді қазақша жалпама солай дейді ғой, 5-6 қара домалақтар бар. Үміт әпкелеріміз екеуміз, бізде тарихымыз қызық жанұямыздың. Біз 3 жасымызда балабақшаға бірге барғанбыз. Содан кейін 10 жыл бір класста оқығанбыз екеуміз. Біз жалпы өнер саласында, мәдениет саласындамыз. Отбасыны шағын мемлекет деп жатады ғой. Шынымен де мемлекет те, отан да отбасынан басталады. Осы әңгімемді ылғи айтып жүремін. Мысалы, мен былай деймін, болашақ аналарға, болашақ келіндерге, келіншектерге: ақылды бол, намыс ойла, ал ойла. Ақылды да әрі қылық, әр айла. Күліп қарсы ал, күйеуің келсе қуанып, шаршап келсе қабағына қарайла деймін. Отбасындағы негізгі татулық ол әйелге байланысты дейтін болсақ, бірақ жауапкершіліктің бәрі ер азаматта болу керек. Ана бір Сенека деген ғұлама айтады, жақсылыққа дейді, жақсы тәрбиеге уағыз айтып жетпейсің, өнеге айтып, өнеге көрсетіп жетесің дейді. Сондықтан өнегелі болу үшін, енді бала шағамыз дұрыс болып өсу үшін алдымен біздің өзіміз дұрыс болуымыз керек шығар деп ойлаймын. Махаббат пен сезімнің арқасында, яғни жан жары менен күйеуінің екеуінің ортасындағы сезімнің арқасында, мен ойлаймын, ең әдемі үлгілі отбасы шығады деп ойлаймын. Жалпы туыстық қарым-қатынас, сыйластық қарым-қатынас деген барлығы осы бауырмалдық және сол бауырлардың алдындағы арасындағы ауызбіршілік.